Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге агробизнес несиелік бағдарламасын түсіндіретін боламын. Нысаналық мақсаты негізгі құралдарды сатып алу мен айналым қаражатын толықтыруға беріледі. Негізгі құралдарды сатып алу кезінде объектілерді жаңғыртуға, құрылыс монтаждау жұмыстарына, оның ішіне реконструкциялауға берілетін болады. Айналым қаражатын толтыру бойынша да Қазақстан Республикасының ұлттық қорының қаражатын қоспағанда беріледі. Бұл бағдарламаның негізгі жеңілдіктерін, несиелеу бағдарламасының мерзімін айтатын боламыз. Негізгі құралдарға, яғни основной средства деп айтады. Құрылыс монтаждау жұмыстарына 120 айға дейін беріледі, 10 жылға, айналым қаражатын толықтыруға 48 айға дейін берілетін болады несие. Жеңілдік мерзімі бұл негізгі құралдарды, яғни каникул деп жатамыз ғой. Жаңа жалпы 10 жылға берілсе несие, оның 24 айға дейін, 2 жылға дейін каникул беріледі. Негізгі құралдарды сатып алу бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарына 2 жылға дейін каникул, 24 ай бойы. Айналым қаражатын толықтыру бойынша 1 жылға дейін каникулы бар. Ал Қазақстан Республикасы ұлттық қорының қаражаты есебінен берілсе 36 айға дейін беріледі, яғни 3 жылға дейін каникул қарастырылатын болады. Бұл инвестицияға тікелей несие алушыларға ғана. Сомасы 1 миллион теңгеден 5 миллиард теңгеге дейін беріледі. Қарыз алушылар тобына несие серіктестіктеріне 10 миллиард теңгеге дейін беріледі. Яғни сіз бұл несиені кепіл қою арқылы кепіл саясаты бойынша 1 миллионнан бастап 10 миллиардқа дейін алу мүмкіндігіңіз бар. Мөлшерлемесі тікелей несиелеу бойынша 22% беріледі. Бұл тікелей несиелеу дегенді мен түсіндіріп өтейін. Яғни осы аграрлық несие корпорациясынан сіз тікелей алатын болсаңыз 22% берілетін болады. Оның белгілі бір бөлігін ұлттық қор есебінен субсидиялап береді. Сізге 6% жылдық мөлшерлемемен несиені төлеуге мүмкіндігіңіз болады. Ал несие серіктестіктері, микроқаржы ұйымдары, лизингтік компаниялар, екінші деңгейлі банктер арқылы жылдық 18% берілетін болады. Кепіл қою, яғни бұл несиені сіздер кепіл қою арқылы тікелей несиелеу несие серіктестіктері, микроқаржы ұйымдары қоғамның кепілдік саясатымен беріледі. Яғни өзіңіз тікелей өзіңіздің белгілі бір жылжымайтын мүлкіңізді қойып, кепіл саясатына сәйкес несиеңізді рәсімдейтін боласыз. Ал екінші деңгейлі банктер, Еуразиялық даму банкі, аймақтық инвестиция орталықтары қоғамның уәкілетті органының шешімімен белгіленген, яғни белгіленген лимит шеңберінде ғана кепілсіз берілетін болады. Халықаралық рейтингтік агенттіктерінің рейтингі болса кепілсіз, екінші деңгейлі банктер Еуразиялық даму банкінің кепілдігімен берілетін болады. Бұл несиені несие серіктестіктері арқылы бүкіл Қазақстан аумағында және оның ішінде әр ауданда белгіленген осы несие серіктестіктері арқылы сіз несиенің рәсімдей аласыз. Мінекей, мына жерде барлық тізімі тұр. Агрокредит KZ деген сайтқа кірсеңіздер, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша аудан көлемінде несие серіктестіктеріне барып жүгінсеңіздер болады. Құжаттар тізімін келейін. Қарыз алушыға қажетті құжаттар тізімі. Қарыз алушы бұл өзінің үлгіге сәйкес, яғни өзінің үлгісі бар, өтініш толтырады, сауалнама толтырады, жеке тұлға немесе жеке кәсіпкер, шаруа қожалық болса, клиентіңді біл деген сауалнаманы толтыратын болады. Одан соң заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеу туралы, яғни БСН көрсете отырып, жарғысын, құрылтай шартын көрсетіп, өзінің жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің приказы бар, құрылтай шарты бар, жарғысы бар, барлық құжаттарымен қоса өткізетін болады. Бұл жерде барлық құжаттар тізімін көре аласыздар. Өндірістік кооперативтер бар, оның ішінде ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі үшін қосымша қамтамасыз ететін бірнеше құжаттар тізімі бар. Осы сайттан сіздер танысып, оқып біле аласыздар. Осы агробизнес программасы бойынша консультация керек болса, немесе сопровождение керек болса,
Сіздерге бизнес план қажет болса, менің көмегіме жүгінсеңіздер болады. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Осындай үлкен көлемде несие бар ма, мемлекеттен берілетін деген Қазақстан халқына арнайы осы программаны түсіндіріп отырған жайым бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.